қазіргі қоғамда мынау жастардың жеңіл жұмысқа еліктеуі, одан кейін қолы бос жүруі, жұмыссыздық жүруі, одан кейін мынау кешке жақын клубтарда көп түнімен демалмай бос жүруі өте қатты белең алып тұр. Енді оның басты себебі мен ойлаймын жалқаулық, бойкүйездік, және де мынау жеңіл жұмыспен ақша табу, соның көзін ойластыру, жастарды сондай бір ауру дейміз ба, ниет дейміз ба, қасиет дейміз ба, қазір жылдан жылға көп көрініс тауып беле салып жатыр. Ауылға барып қалсаң, 20 гектар, 30 гектар егін егетін жерлері бар, соны өзбектерге беріп қояды. Жартысына, жарты ақысына мысалға. Жаңа түскен пайдасын жарты ақысын өзбектерге береді. Өздері бос жүреді. Жаңағы кешке жақын шәйті жеп, пиво ішіп мысалға. Ал енді сонда енді бұл енді жалқаулық емес не енді, бойкүйездік емес не деп ойлайсың. Ал енді біздің елімізде кішкентайымыздан сонау 8 класстан барып, бір телешкі отынды тоғайдан барып шабатындығымыз, қора істейміз деп шеңгел шабатындығымыз, шөптердің барлығын 5 телешкі, 6 телешкі шөп жаздай малға өзіміз шауып, өзіміз машинелерге артып әкелетіндігіміз. Ал қазір жастар оның бәрін техникаға артып қойған, бәрін техникамен істейді. Жылдан жылға бұлар жалқаулық көбейіп баратыр. Бұл енді елдің бір індет ауруына айналып баратқан сияқты менің ойымша да. Бұның бәрі ата-ананың жас кезінен балдарға жұмысқа тәрбиелемеуінен деп ойлаймын. Қазір байқап қарасаң, аурушаң балдар көп. Физикалық тұрғыдан, күш жағынан өте әлсіз, қыз сияқты балдар көп. Міне осының бәрі жастайынан еңбекқорлыққа, еңбекке тәрбиелемегендігінен деп ойлаймыз. Өзіміз сонау 91 жылдары тоқырау замандарында мектепте айлық болмай қалды. Сонда Алматыға келіп жүк түсіретін грузчик болып, жүкті артатын түсіретін грузчик болып жұмысқа тұрдық. Бірақ біз ол кезде өзіміздің жанымызды, семьямыз үшін, бала шағамызды асырау үшін аяған жоқпыз. Денсаулықты салдық соған. Сөйтіп 2 жылдың көлемінде сауданың көзін тауып, көтеріліп, үлкен жақсы дәрежеге жетіп, балдардың бәрін жоғары білімдегі оқытып, Америкаға оқыттық, Англияға оқыттық. Соның бәрі қажымас еңбектің арқасында болды. Таза маңдай теріміздің арқасында, біреудің адал несіне, заттарына, жүктеріне еш уақытта арам ойымыз болмады. Маңдай терімізбен таптық, сонымен көтерілдік, сонымен өстік, сонымен бала тәрбиелеп отырмыз. Ал енді қазіргі жастардың менің бір миыма қонбайтыны түнгі сағат 2-де, 3-те барып футбол ойнайды екен. Бұл есінде, бұны ешкім айтпайды. Бұл ең бірінші денсаулыққа өте зиян. Неге? Түн баласында адамның организмі қалыпты жағдайда демалу керек. Ал ол ертең түнгі сағат 3-те ойнап келген бала күндізгі 1-ге дейін ұйықтайды екен. Ал сонда жұмыс қайда? Жұмыс әке шешесі деп жүр. Бұның бәрі неден десем, қазіргі жастар, балдар әке шешесіне бағынбауға дейін барған.
жаңағы бойкөздіктің арқасында, жалқаулықтың арқасында. Менің білетінім, жалқау әр уақытта кедей болады, әр уақытта өзінің қатарынан кем болады. Сондықтан мынау жастарды жас кезінен үйде ата-анасы еңбекке аямай жұмсап баулу керек. Ол сонда ғана ол ертеңгі өмірге шыдамды, төзімді, өмір сүру қабілеті жоғары болып қалыптасады. Сондықтан мынау жастар жұмыс жоқ дегені қазір мен көп сене бермеймін. Барлығы мынау жеңіл жұмысқа қарай жүгіреді. Таксовать ету ма, мысалға, доставка жасау ма, мысалға. Ал бірақ жаңағыдай өздігінен мынау орта шағын бизнес ашып, соның жаңағы рахатын көріп, соны еңбекпен өсіп өнуіне жалқаулық, бойкөздік бой бермейді деп ойлаймын. Ал енді ауылдың өзінде байып кетіп жатқан адамдар көп. Олар сол бала шағасымен, әйелімен, бүкіл отбасымен мал барды құлап семіртіп, соның тапқан пайдасынан жақсы өмір сүріп жатқан адамдар да бар. Мынау егін егіп, одан тонналап қауын алып, әйтпесе жүгері алып, соның өнімін сатып, одан да жақсы күн көріп жатқан, бала шағасын оқытып, жақсы күн көріп жатқан ауылда семьялар көп. Мынау сиыр ұстап, сиыр сауатып, сиыр сауып, олардың сүтін, айранын бәрін базарға сатып. Ал бірақ кейінгі кезде жаңағы көшеде жастар жұмыссыз жүрген, жұмыс жоқ деп көбейіп бара жатыр мысалға да. Оның бәрі жалқаулықпен, бойкөздіктікі дейміз. Одан кейін ата-анасының тәрбиесінің дұрыс еместігінен. Мен өзім ойлаймын, біз неге бұндай күйге түстік?